Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай дәмді әрі оңай дайындалатын десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге ол үшін қамырына ең алдымен ұн, тоңазытқышта тұрған сары май 72% және де үккіштен өткізіп аламыз. Сонымен қатар бір жұмыртқа және қаймағымызды қосып, қантымызды қосып, жұмсақ қамыр дайындап алатын боламыз. Қамырымыз осылай жұмсақ болуы тиіс. Егер сізде қамырыңыз бірікпей жатса, азырақ салқын сүт қосып жесеңіз болады. Менде қамырым сүт қоспай осылай жұмсақ болды. Енді ірімшік, бір ас қасық сметана, жұмыртқа, 100 грамм қандымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде менде ірімшік майда болғандықтан ешқандай блендерден өткізген жоқпын. Қамырымызды жайып аламыз. Тапамыздың көлемінде қылып, үлкен қылып осылай жайып алдым. Шет-шет әдемілеп өрнектесеңіздер де болады. Ортасына осылай ірімшігімізді салып, барлық жерге жететіндей қылып жайып шығамыз. Қалған қамырды алып, осылай бетіне өрнек жасайтын боламыз. Бетін қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Ал мен осылай жасағанды жөн көрдім. Қамырымыз өте жұмсақ. Прям ауызда ериді. Жасап көруге кеңес беремін. 180 градуста 30 минутта осылай пісіп шықты. Дәмі керемет енді. Барлықтарыңызға ас болсын, каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер.